Мұрагер. Бір шалдың 4 ұлы болыпты. Бір күні шал ұлдарын жинап алып, мен қартайдым, біреуіңнің үй иесі болатын уақыттарың жетті. Кімнің ақылы байлығына сай болса, сол мұрагерім болады. Әрқайсың маған байлықтарың мен ақылдарыңды көрсетулерің керек дейді. Үлкен ұлы асыл тас салған жүзігін көрсетіп, міне менің байлығым. Ал кім бай болса, сол ақылды дейді. Екінші ұлы асыл киімдерін киіп әдеміленіп келеді де, мені осы түрімде көргендер ақылы мен байлығымның алдында бас еді дейді. Үшінші ұлы күміспен және алтынмен апталған белдігін буынады да, мұндай белдікті ешкім ешқашан буынып көрген емес дейді. Әкесі үлкен балаларына қарап басын шайқайды да, ең кіші ұлына бұрылып, сен неге үндемейсің? Сен қандай байлығыңмен мақтанасың дейді. Сонда кенжесі, менде асыл тасты жүзік те, сәнді киім де, алтын күміспен апталған белдік те жоқ. Тек жұмысқа жарамды 2 қолым бар, қайрат жігерге толы жүрегім бар дейді. Шалға кенже баласының тапқыр да ойлы сөзі ұнайды. Жұмыс істей білген адам шыдамайды деп, өзінің кенже ұлын үй шаруасын басқаруға мұрагерлікке атайды. Үлкен балаларына інісінің айтқанынан шықпай, талабын орындауды өсиет етеді.